Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерде заңгерлік сауаттылық атты курстың екінші сабағы. Бүгін екінші сабақта біз жеке сот орындаушы біздің құқықтарымызды бұзған жағдайда, яғни істің материалдарын бермеген жағдайда немесе істі уақытында тоқтатпаған жағдайда біз оның үстінен шағым жазаламыз, иә? Оның үстінен біріншіден басшысына шағым жазаламыз, екіншіден әділет департаментіне шағым жазаламыз. Осы екеуі ешқандай нәтиже бермесе, онда сотқа шағым жазуға, жеке сот орындаушысын сотқа беруге тура келеді. Сонымен мен сіздерге бүгін атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылар мәртебесі туралы заңның 16 бабын айта кетейін. Бұл бапқа сәйкес сіз атқарушылық іс жүргізу материалдарымен, оның ішінде электрондық нысанда танысуға, олардан үзінді көшірмелер жасауға, көшірмелерін алуға, қосымша материалдар беруге, өтініш білдіруге, атқарушылық әрекеттер жасауға қатысуға, атқарушылық әрекеттер процесінде ауызша және де жазбаша түсініктер беруге, атқарушылық іс жүргізу барысында туындайтын барлық мәселелер бойынша өз дәлелдері мен пікірлерін айтуға, атқарушылық іс жүргізу қатысушы басқа адамдардың дәлелдері мен өтініштеріне қарсылық білдіруге, бас тартатын мәлімдеуге, атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша сот орындаушының әрекеттеріне, әрекетсіздігіне немесе шешімдеріне шағым жасауға, бітімгершілік келісімді бекіту туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқығыңыз бар. Яғни осы құқықтың барлығын сіз пайдалана аласыз және де қолдана аласыз. Содан кейін айта кететін нәрсе, жеке сот орындаушының алдына барып, оған барлық өзіңіздің жағдайыңызды түсіндіріп отырудың қажеті жоқ. Қазіргі таңда оның барлығын онлайн жасауға болады, оның электронды поштасына жазуға болады, немесе WhatsApp нөміріне жазуға болады. Сіз менің алдыма келіңіз, сіз менің алдыма келуге міндеттісіз деп айтуға жеке сот орындаушының ешқандай да құқығы жоқ. Одан кейін айта кететін нәрсе, жеке сот орындаушы сізді қайта шеттен тыс мазалай беруге, үйіңізге келуге ешқандай құқығы жоқ. Мұндай жағдай орын алып жатқан кезде сіз міндетті түрде оның басшысына, әділет департаментіне шағым жазуға, сондай-ақ сотқа беруге құқығыңыз бар. Ең басты сол құқықтарды пайдалана біліңіз. Біріншіден, жеке сот орындаушының басшысына қалай шағым жазамыз, соған тоқтала кетеміз, иә? Мен бұл жерде сайт қалдырдым, иә? Бұл сайттың аты Қазақстан Республикасының жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы деп айтылады. Егер де осы сайтқа кіретін болсаңыздар, ол жерде әр өңірдің жеке сот орындаушыларының республикалық палатасының басшысының аты жөні толықтай, олардың WhatsApp нөмірі немесе электрондық поштасы жазылып тұрады. Соған электрондық поштасына, одан кейін WhatsApp-ына жазасыз. Яғни сізге қайсысы ыңғайлы, соған басшысына, яғни сізге жеке сот орындаушы істің материалдарын уақытында жібермеген жағдайда оған оның басшысына шағым жазасыз. Әр өңірдің жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы әртүрлі, сондықтан да сіздің ісіңізді алып жүрген жеке сот орындаушы қай өңірде? Алматы қаласында ма, Астана қаласында ма, соған байланысты сол өңірдің басшысына шағым жазасыз. Бұл жерде шағым қысқа да нұсқа жазылады. Сәлеметсіз бе, құрметті Әділ Мұқарамұлы деп алдым. Мен бұл жерде, егер қателеспесем, Астана қаласының республикалық палатасының басшысын жаздым, бірақ сіз бұл жерде әр өңірдікі әртүрлі деп айттым, иә? Сол жерде мына сайттан сіздің өңіріңіздегі жеке сот орындаушылар қай республикалық палатаға қарайтын, сол сайттан қарап алуымызға болады. Одан кейін тағы да айта кететін нәрсе, жеке сот орындаушы сіз тұратын елді мекендің өңірде болу керек. Яғни сіз қазір Алматы қаласында тұрып жатсыз ба, демек Алматы қаласында сол районда орналасқан жеке сот орындаушы сіздің ісіңізді жүргізу керек. Ақтөбе қаласында болатын болсаңыз, демек жеке сот орындаушы Ақтөбе қаласында орналасқан жеке сот орындаушы болу. Бұған да өте қатты мән беріңіздер. Одан кейін шағымға келетін болсақ, бұл қысқадан нұсқа. Сәлеметсіз бе, құрметті Әділ Мұқарамұлы? Менің есімім, өзіңіздің толық аты жөндерін жазып кетесіздер, иындарың жазып кетесіздер.
мынандай күні 2011 жылы мен жеке сот орындаушының толық аты жөнін жазып кетесіздер, атқарушылық іспен таныстыру жайлы арыз жазып едім. Алайда бүгінге дейін ешқандай жауап ала алмай жатырмын. Осы сұрақ бойынша тексеру жүргізуді сұраймын дейсіздер. Ізгі ниетпен өздеріңіздің аты жөндерін жазып кетесіздер. Міндетті түрде осы жерде электронды пошталарыңызды көрсетесіздер және де немесе WhatsApp нөмірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Одан кейін 2-3 жұмыс күн күтесіздер. 2 жұмыс күн ішінде сізге қандай да бір жауап келу керек. Одан кейін сайттың мұны скриншотымен көрсеттім, осы сайтқа кіресіздер. Сайтқа кірген кезде филиалдарды басасыздар, филиалдардан кейін байланыстар. Осы байланыстарды қарайтын болсаңыздар, әр өңірдің жеке сот орындаушының бастығы әр түрлі. Ары қарай кеттік. Ары қарай осыдан егер де сіздің проблемаңыз шешіліп, жеке сот орындаушы сізге қажетті құжаттарды жібермесе, істі тоқтатпаса, онда ары қарай екінші жағдай бойынша кетеміз. Екінші жағдай бойынша одан жоғарғы әділет департаментіне шағым жазамыз. Бұл жерде де мен әділет департамент, Алматы қаласы бойынша әділет департаментінің сайт қалдырып кеттім, бірақ әр өңірдің әділет департаментінің сайты әртүрлі. Яғни мен бұл жерде Алматы қаласы бойынша алған болсам, сіздің жеке сот орындаушыңыз қай өңірде орналасқан, сол елді мекеннің әділет департаментіне шағым жазасыздар. Бұл жерде де қысқа нұсқа амандасып кетесіздер, өздеріңіздің толық аты жөндерін жазып кетесіздер, не проблема болып жатыр жеке сот орындаушымен, соны жазып кетесіздер. Осы сұрақ бойынша тексеруді жүргізуді сұраймын деп, өздеріңіздің толық аты жөндеріңізді, электрондық пошталарыңызды міндетті түрде, WhatsApp нөмірлеріңізді қалдырып кетесіздер. Одан кейін тағы да 2-3 күн жұмыс күн күтесіздер. Ары қарай не болатын. Әділет министрлігінің мен мына жерде сайтын мұны скриншотты қалдырып кеттім. Жалпы әділет министрлігі бұл жаңағы әр өңірдің аймақтар бойынша олардың сайттары әр түрлі. Әрі қарай 2 жаңағыдай жаңағыдай қадам жасадыңыз, алайда жеке сот орындаушыдан ешқандай былайша айтқанда түк шыққан жоқ. Одан сізде 3-ші бұл жерде қадам қалады сотқа беру. Бірақ көп жағдайда сот орындаушылары бұл 3-ші қадамға дейін бармайды. 1-ші, 2-ші қадамда көбінесе жаңағыдай проблемалар шешіліп, жаңағыдай мәмілеге келісуге тырысып жатады. Яғни ол сотқа дейін көбінесе жетпейді. Бірақ кейбір кездері айттым, курсқа сіз қандай жағдайда келгеніңізді өкінішке орай мен білмеймін. Сондықтан да мүмкін сіздің жағдайыңызда уже жеке сот орындаушыны сотқа беру керек шығар, Бірақ 1-ші қадамды, 2-ші қадамды жасап, ол ешқандай нәтиже бермегеннен кейін, сіз 3-ші қадамды ғана жасауыңыз керек. 3-ші қадам ол жеке сот орындаушының іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі орын алғаннан кейін, яғни 10 күннің ішінде сіз шағым жазып сотқа жіберіп үлгеруіңіз керек. Сот кабинетіне сіздер ЭЦП арқылы кіресіздер, сот кабинетінде ол жерде жаңағыдай судебный кабинет, сол жерге кіріп ЭЦП арқылы азаматтық сот ісін жүргізу деген жерді таңдайсыздар. Одан кейін 1-ші сатыдағы сотты жүргізуді таңдайсыздар. Одан кейін талап қою, ерекше талап қою, ерекше іс жүргізу тәртібінде арыз беру деген жаңағы таңдайсыздар. Содан кейін ол жерде барлық ақпарат шығады. Сізге қатысты, жеке сот орындаушыға қатысты, сол ақпараттың барлығын толтырасыздар. Одан кейін толтырып болғаннан кейін арыздың сипаты деген жерге мүліктік емес. Содан кейін іс бойынша іс жүргізу түрі талап деп жазасыздар. Одан кейін оның ішінде сот орындаушылардың әрекеттері деп таңдайсыздар. Одан кейін процесс тараптарын жаңағыдай жеке жаңағыдай иіндеріңізді арқылы қосасыздар. Бұл жерде айта кететін өте маңызды ақпарат, мемлекеттік баж бұл шағымды беру үшін мемлекеттік баж төленбейді. Сосын жеке сот орындаушының жаңағыдай иін әрине сіздер білуге міндетті емессіздер, бірақ Google-дан терсеңіздер шығады. Аты жөнін жазып, жеке сот орындаушының иін десеңіздер, иіні көп жағдайда шығады. Бірақ егер де таба алмасаңыздар, онда жеке сот орындаушының толықтай аты жөнін жазып шығасыздар. Сол жерде судебный кабинет арқылы иіні терудің қажеті жоқ онда. Одан кейін онлайн сервис, мұны судебный кабинеттің сайтын мен көрсеттім.
мына сот орындаушыларының әрекеттері, әрекетсіздігі мен шешімдері даулау туралы істер бойынша жүргізу. Яғни осы жаңағыдай осыны таңдап сіздер судебный кабинет арқылы шағым жібере аласыздар. Жібергеннен кейін көбінесе ол сотқа барып, жаңағы жеке сот орындаушы соттан өзіне шақырту алған кезде көбінесе сізге мәмілеге келіп, сізбен мәмілеге келіп, келісуге тырысады жеке сот орындаушылар. Бұл шағымның үлгілері міндетті түрде сіздерге беріледі. Сонымен бүгін біздің екінші сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.